Қайырлы күн оқушылар. Қазір бірге қонақтар әңгімесіне талдау жасайтын боламыз. Қонақтар әңгімесінің авторы Төлен Әбдіков. Бұл шығармаға жақсылап ден қойыңдар, себебі осыған дейін нағыз ұбт-да келген сұрақтардың көпшілігі осы шығармадан болды. Яғни міндетті түрде бұл шығармадан бірінші сұрақ болып қалуы әбден мүмкін. Енді бұл шығарманың атауы не үшін қонақтар? Бұл ауылдағы қарапайым үлкен кісілердің, яғни қария мен оның кемпірі екеуінің ауылда отырып өзінің балаларын, алыстан келген балаларын күтіп, оларды қонақ етуі. Қонақ не істейді? Қонақ келеді, келеді де кетеді. Дәл сол сияқты бұлардың балалары ауылға келеді, келгеннен келсе де тұрақтамайды, бұлармен ұзақ уақыт өткізбейді, бірден келесі кетуге асығып тұрады. Сол үшін де бұл шығарманың атауы қонақтар деп аталады. Енді шығарма басында Ерғабыл шал қонақтан курорттан қайтып бара жатқан сапарларында жолай соқпақ болған балаларын күтіп жүреді дейді. Ертеңінде күн шықпай оянып алды, ала күйеуімді үндемей жүріп киініп алды дейді, сыртқа шықты. Енді бұл жерде сол қарияның ішкі ойларымен таныс болатын боламыз. Бір қолымен белін ұстап шықпасқан көк шөптерді таяғымен анда-санда қағып қойып шабылған бидайықтың жиегімен келе жатыр дейді. Ерекең есік алдындағы бөгетке шықты. Әлде бір мұңды әнді ыңылдай айтып таяғына сүйеніп біраз тұрды. Өзен жиегіндегі қыстауын көріп бағанағы кемпірінің сөзін есіне алды дейді. Ертеректе осыдан 60 жылдай бұрын сонау қыстау маңы дізілген үйлер болатын. Бектемір әулеті тегіс осы араны қыстайтын. Өмір бақи жан-жаққа пышырап көрген емес, ағайыншыл еді ғой бәрі де дейді. Көктемде ел қыстаудан көп ұзамай өзен жиегіне қаз-қатар киіз үй тігеді. Жиен қазбайларда малы жоқтығын сылтауратып осында келетін. Ерекеңнің бала кезі ауыл жігіттеріне қосылып жылқы бағады деп, бұнда Ерғабыл қарт өзінің жас кезін есіне алады. Осыдан 60 жыл бұрын мына жерде Бектемір әулеті тегіс отырушы еді. Олар осы уақытқа дейін пышырап көрмеген, сондай ағайыншыл. Пышырап деген сөз бұл жерде бытырап, яғни тарап кетіп көрмеген дейді. Осы аймақта бәріміз бірге мекендеуші едік деп Ерекең өзінің балалық шағын есіне алып тұр. Яғни жастық шағын еске алып тұрған қария бұнда. Таяғына қаттырақ сүйенген Ерекеңнің жақ еттері жабырлап, көздері қызарып, жасаурап кетті. Тым әріде көз нұры, көңіл құрығы жетпейтін, тым әріде қалған бейшара бір сағыныш жүрегінің түбін әлсіз түртіп, онсыз да қаусағалы тұрған әдіре қалғыр ит жанын күйзелткендей болды. Ол күндердің куәсі боларлық бір пендені тірі күйінде кездестірсем бе деген үміттің шындығы үйреспейтінін сезген шал өзін өзі сөгіп қай-қайдағы ойдан қайдан келетініне кейіп шошынып, алжыппын деп мойындап бөгеттен түсті дейді. Ерекең шай үстінде көп сөйлемейтін. Қараңдар, мына шай үстінде отырғанда Ерғабыл қарияның жасайтын әрекеттері осыған дейін отыра сұралған сұрақтар. Ерекең шай үстінде көп сөйлемейтін. Бұл варианттарда болды. Үнсіз тұқиып қолдарының білеуленген тамырларын ұстап, ақселеу сақалын сипап ойланып отыр. Бас жағында сүйеулі тұрған ескі домбыраға шұқшиып қарады, бірақ қолына алған жоқ дейді. Осы 3 қатар келді. Шай үстінде көп сөйлемейтіндігі, білеуленген тамырларын ұстап, сақалын сипап ойланып отыратындығы және бас жағында ілулі тұрған ескі домбыраға шұқшиып қарап, бірақ қолына алмайтындығы. Түсінікті ғой? Бұл Ерғабылдың шай үстіндегі жасайтын әрекеттері. Бір құйдеді тершіген ақшыл білегімен кесесін нұсқап, шал қанатын емес, ішім кеуіп кетті дейді. Шөл қанатын емес. Сапашжандар неге кешікті екен? Кеш емес пе келем дегені? Келетін шығар бүгін деп бір-бірімен, жаңа қария мен кейуана бір-бірімен диалог алмасып отыр. Осы кезде жаңағы кемпір айтады өзінің шалына: сен шал, осы жөніңді айтшы дұрыстап. Осы келгенде Жеңістайды алып қаламын деп тұрсың ба? Жоқ, әлде бірге еріп кетеміз бе дейді. Жеңістай деп отырғаны бұл олардың немерелері. Сол Жеңісті өзімізбен алып қаламыз ба, әлде бірге еріп кетеміз бе дейді. Сондағы Ерекеңнің айтқаны: қара арғымақ арыса, қарға дымжыр мұң болар деген мақалды айтады. Яғни қара арғымақ арыса, қарға дымжыр мұң болар деп тұрғаны, қара арғымақ бұл жерде мықты адамның сипаты. Егер соның өзі бір қиын жағдайға ұшыраса, немесе азса, арыса деген енді бұл жерде адамға салатын болсақ, оның қартайған уақыты, оның күш қуаты кемейтін болса, қарға дымжыр мұң болар. Кішкентай ғана жердің өзіне бару мұң болып қалады деп мақалда көзін жұмды. Ерекең ұйықтамаса да көзін жұмып отыруды ұнататын. Уақыт шіркін зымырап өтті де шықты. Тәңірінің құдіреті күшті. Енді міне тірліктегі рыздық несібенің таусылуы да тақат. Әйтеуір артымызда бір жаман бар. Тұяқсыз пенде емес біз, жылда қолдарына шақырады. Ерекеңнің ойына кемпірінің сөзі түсті.
Уай, ақымақ кемпір, өлер шақта тұрмыс қуып тентіреп жүре алмаспын. Ағайын жұрт өз еліңді елді табамын деп отырсың ба басқа жақтан, айдаладағы бір қаладан. Мәшинаның гүрілінен оянды дейді. Демек жоғарыда Ерғабылдың қалаға көшетін ешқандай ой жоқ екенді көрініп тұр. Өлер шақта тентіреп жүре алмаспын, ағайын жұрт өз елінде ел табам деп отырсың ба басқа жақтан, деп кемпіріне зекіп тастайды. Сөйтіп бір уақытта балалары келеді. Мәшиненің гүрілінен оянды, шаңғай түс екен, іргеге созылған сол қолына күн сәулесі түсіп қыздырып тұр екен дейді. Ойбай, бала келіп қалды деп кемпір үйге жүгіріп кірді. Әй, білбем ғой бүгін келерін. Заматта гүріл үй сыртына келді. Бір-екі рет үстемелете арылдап өшіп қалды. Мәшинеден улап-шулап түсіп жатыр. Бала дауысы, әйел дауысы. Ерекең қапелімде тұра алмай қалды дейді. Жаңағы қобалжып қалғандығы сондай, Ерекең аяқ астынан тұра алмай қалды дейді. Ерекең жаңа қас тұрған балаша тәлтіректей көтеріліп, ат жақты қапсағай сары жігітті құшағына қысты дейді. Бұл өзінің туған ұлы. Ат жақты қапсағай сары жігіт деген бұл Сапабектің сипаты, Ерғабылдың ұлы. Одан соң омырау жеңдері ашық, шұбар көйлек киген, шашын қидырған топ-толық ақсары ажарлы келіншекті шіміріңкіреп маңдайына сүйген бұл дейді. Бұл келіннің сипаты, келінін Тома. Әлгі жаман қайда, әкеліп бедіңдер? Әкелдік қой. Әй, Жеңіс қайда, Жеңіс? Деп бір-бірінен сұрап бастайды. Жеңіс деген немерелері. Жайылу сөреден құрталып үлгерген аяқ қолы шидей, көзі қитар, алтылар шамасындағы ұл бала табалдырықты кесіп тұра қалды дейді. Бұл Жеңістің сипаты. Аяқ қолы шидей, көзі қитар, жасы алтылар шамасындағы ұл бала екен Жеңіс. Бар, атаңа бар деп бәрі кимелеп, сонымен атасына келіп, бауырына басып, атасы бетінен сүйеді. Ой, тентек, атаны сағынбайсың ау деп жаулықта үлкен ақ орамалының шетіне көзін сүртті дейді. Келе ғой деп есік жақтан көрші кемпірлердің бірі қолын созып, шалдың баласың ғой, кел деді дейді. Қайтарыл енді ешкімге бармады. Осыдан кейін ұл бала, мына немерелері Жеңіс ешкімге бармай қояды. Тіпті шақырған Ерекеңнің өзіне де жолаған жоқ. Келсеңші, жаман неме, өзі қазақша білетін бе Сапабекжан деп әлгі кемпір қапсағай сары жігітке қарады. Сапабек алдына келген баланың қысқа кекіліне қолын тегізіп, ептеп түсінеді деді. Қой, қазақша үйретіңдер. Алдымен анау отырған шешесі қазақша білмейді, қайта бұған кінә жоқ деп Сапабек қазақша білмейтіне риза болғандай күлімсіреп сары келіншегіне қарады дейді. Мынау отыра сұралды, осы қатар. Жаңағы алдымен анау отырған шешесі қазақша білмейді, қайта бұған кінә жоқ деген қатарда айтқан кейіпкер деп сұралды. Жауап Сапабек болады. Сапабек сол Томаны меңзеп отыр. Тома тек қана орысша сөйлейді, ал бұның баласы Жеңіс кішкене де болсын қазақша түсінеді. Соны айтып отыр. Бұл Жеңіс орысша жақсы түсініп, қазақша білмейтіндігін, қазақша түсінбейді ме деп ауыл адамдары сұраған кезінде, анау отырған шешесінің өзі қазақша білмейді, қайта бұған рахмет деу керек, кінә жоқ бұда деп Сапабектің сөзінен түсінуімізге болады. Бірақ Сапабек оған риза болғандай, оның қазақша білмейтіндігіне сондай жақсы көңіл күйде болады дейді. Сонымен бұдан кейін Сапабек дүйім жұрт аузына қаратып өзің Лондонға, Будапештке, Мароккоға, Италияға барған сапарларын әңгімеледі. Бөтен жат халықтардың дәстүрін, мәдениетін, адамдарын мақтады. Италиядағы кедейлердің ауыр тұрмысына аяныш білдірді дейді. Шалдарға бұл әңгімені түсіну тым қиын еді дейді. Сапабектің мамандығы геолог болады. Шалдарға бұл әңгімені түсіну қиын еді. Сондықтан олар жастарға араласпай өздеріне түсінікті басқа әңгімеге ауысып кетті. Босағада отырған Тома мүлде жалғыз қалды. Қала қыздарына тән епсіздікпен кішкентай қиықша көрпенің үстінде қалай отырарын білмей, біресе қолмен жертіреп, бір жамбастап жұрттың сөзіне толық түсіне алмай, әркімге бір қарап үнсіз отырды дейді. Кенет енесінің самауыр көтеріп келе жатқанын көріп жүгіріп барды. Міне мынау Томаның сипаты. Томамен енді бұл ауылдың ішінде оны түсіне қоятындай адам жоқ, сондықтан Тома мүлдем жалғыз қалған сияқты дейді. Тек сол дастарханның бойында отыр, шетінде, бірақ қала қыздарына тән епсіздікпен біресе оң жағына қисаяды, біресе сол жағына қисаяды, әйтеуір қалай отырарын білмей отырған кезінде жаңағы енесі кіріп келеді. Енесі жаңа самауырмен кірген уақытында бұл жүгіріп барып, маған бер, дайте мне, дайте деп елпектеп кетті. Бұрқыраған самауыры келді, қызыл жолық дастархан жайылып, майы шылқыған күрең бауырсақтар төгілді. Шайды Томаның өзі құйды дейді. Кемпір онша сенің кірмей қарсы отырып қосарланып сүт құйып отыр. Былай, я, солай сүт құй, үстіне ақ су, сосын чай құй деп бір-бірімен байланыспайтын сөздерді айтып отыр дейді. Даладан жүгіріп келген қитарлы Томаның жанына келіп, мама, ребята идут к озеру деп айтты дейді. Балалар өзенге барғалы жатыр, мен де барғым келеді дейді. Тома оны сөйлетпей қояды. Сөйтеді, дауысы шаңқыта қалғандай болып баланы тыйып тастайды Тома. Сол дауысы шыққан уақытында шалдардың барлығы жалт қарайды.
Тома ұялғандай болып баласын құлағына зәрін төгіп сыбырлайды. Біздің мынау да геолог болайын деп жүр деп Сапабек егімен ұлын көрсетті дейді. Әке жолын қуайын деген ғой деп қалғандар қосыла берген кезінде бос сөз сөйлемеңдер деп Ерғабыл жастар жағына зекіп қалды дейді. Әке жолын қуса, мына менің жолымды қусын, ие болсын мына қу шаңыраққа. Жұрттың бәрі тым-тырыс болып қалды дейді. Ерғабыл шал енді дауысын көтеріп сөйлеп бастайды. Жастардың бәрі сол Ереке деді Абыл күрсініп. Абыл деген сол жердегі көрші қарттың бірі. Менің әлгі кішкентайым, Құдай-ау немене дейді, бірдеңе боламын дейді. Мені бақпайсың ба десем, бақпаймын дейді, хе-хе деп күлген болды дейді. Ерекең күлген жоқ, сонда бұлар кім үшін туған деді кейіп. Кімге керек сонда бұлар? Сапабек осы сөздерін тура өзіне айтылып отырған мойындағандай маңайындағылар көзін қысып жымиып отыр. Ерекең еттен соң ұзын сүйір аршасымен тісін шұқып отырғанда Сапабек қайдағы бір қара адам жайында, Америкадағы ұлттардың теңсіздігі жайында, қазіргі жетілген техника жайында қызық бір әңгімелерді соғып отырды дейді. Қара адамы ұлттардың теңсіздігі Америкадағы және қазіргі жетілген техника жайындағы әңгімелер. Әй доғаршы енді деді Ерекең шыдай алмай. Анау өзіміздің аспандияға домбыра берші, ән салсын. Ән тыңдайық деп қисайып жатқан жұрт бастарын көтеріп алды. Бұндағы аспандияр өте маңызды кейіпкер, осыған дейін өте көп сұралған. ұбт-да. Аспандиярдың сипаты: иегі шығыңқы, ірі, қапсағай жігіт, кішкене ескі домбыраның шектерін арбиған саусақтарымен еріне шертіп құлағын бұрады дейді. Жігіттің иегі шығыңқы екен, ірі қапсағай дегенде сол денелі ірірек жігіт екен. Ескі домбыраның шектерін арбиған саусақтарымен еріне шертіп құлағын бұрап отырды дейді. Дәл осы қатарлар сұралды. Аспандиярдың сипаты дейді де, мына көп жауаптың ішінде тұрады. Иегінің шығыңқы екендігі, ірі қапсағай жігіт және арбиған саусақтарымен еріне шертіп құлағын бұрап отырғандығы. Біраз дыңылдатып отырып, сен үшін айтып отырмын дегендей, Сапабекке қарап жуан қоңыр дауыспен жеңіл бір әнді былқылдатып бастап кетті. Әнді толық айтпай ортасына үзіп тастап домбырасын қайта бұрады. Ерекең ашық түндіктен жұлдыздарға қарап жатқан, әлде қалай көңілі онша көтерілмей, немересін шақырғанға келмегеніне, келінінің аяқ-қолының жалаңаш отырғанына, Сапабектің таусылып бітпейтін мылжың әңгімесіне қырыстанып отырды дейді. Ерекеңе не жақпай отырды? Немересін шақырғанда келмегендігі, келінінің аяқ-қолының жалаңаш отырғандығы, Сапабектің таусылып бітпейтін мылжың әңгімелері, оны қариялардың ол жердегі түсінбейтіндігі. Әй, айтатын болсаң айтшы деді ақырып дейді бір кезде Ерекең. Аспандияға ақырып жібереді. Себебі Аспандияр жаңа әлі домбыраның құлағын бұрап отыр ғой. Кешегі әкең дүйсенбі домбыра саусағына тиер тиместен айғайлайтын. Неден мұнша сендер жаман болып тудыңдар деді. Аспандияр бағанадан осы сөзді күтіп отырғандай домбыраны тырнаңқырап қағып жіберіп тамағын кенеп алып, кенет соншалықты зор биік дауыспен шырқай көтеріп тынып қалып домбыраны қайта сөйлетті. Одан соң алғашқы шайқайға түк қатышы жоғары шектен күмбілдеген бір әңгелесіп кетті дейді. Біраздан соң қонақтардың бәрі тарқап, үй іші өздерімен өздері қалды. Өз төсегінде малдасын құрып отырған Ерекең: тағы бірі қонып кетесіңдер ме, жоқ боласыңдар ма біраз деп баласына тура қарады дейді. Ертең жүруіміз керек, отпускымыз бітті көке-ау, онсыз да кешігетін болдық. Курорттан қайтарда сіздерге соға алмай кетеміз бе деп састым әбден. Жол бойында ұшаққа отырудың өзі Құдайдың бір азабы, халық көп. Баланы ше, жеңіс тастап кетпейсіңдер ме? Екеуден екеу қашан отырамыз сой деді Ерғабыл. Оны өздерің білесіңдер, мазаларыңды алады демесеңдер деп қалады Сапабек. Ерекең үндеген жоқ, төсегін салдырып жатып қалып, бірақ ұйықтамады. Ертеңіне тұрысымен Сапабек қайтуға жиналып, Ерекең төмен қарап үн-түнсіз отырды да: алып кет өзіңмен бірге деді бір кезде даусы қарлығып. Оқыт, өзіңді қаңғыбас етіп шығар. Сапабек тағы да қынжыла күлді. Ой көке-ай, мені бір бала асырап барады деп ойлайсың ба? Орыс мектебінің жоқ екенін айтып отырмын ғой. Әйтпесе бар, алып кет деді Ерекең. Жолдарың болсын. Түстен кейін жалдап алған мәшинелерінің кабинасына Жеңіс пен Томаны отырғызып, сыртқа Сапабектің өзі отырып, әке-шешелерімен тура өткен жылдағыдай сүйісіп қоштасып, ренжімеңдер деп ақыл айтып ауылдан шығып кетті. Мәшине қарасы үзілген кезде ғана кемпір үн-түнсіз жаулығының шетімен көз жасын сүртті. Мына сұрақ осыған дейін сұралды меңбеглеп берген. Яғни не үшін Сапабек баласы Жеңісті ауылда қалдырмады, себебі орыс мектебі жоқ болды дейді. Енді шығарма соң қалай аяқталады? Келесі күні Ерекең кетпенін алып қысқа отын жоқ бар кезінде қи ойып алайын деп қыстау жанындағы қораға кетті. Уайымын басу үшін тағы да жігіттік дәуренін, бұрынғының адамдарын еске түсірмек болып, бірақ құлазыған көңіліне ештеңе алданыш бола алмады. Тек төбесі шұрық-шұрық ескі қораның ішіне еніп қоңырсық иісі мүңкіген қара қошқыл дымқыл қиға өткір жалпақ кетпенің құлаш сермеп жұмысқа кірісіп кеткенде ғана кәрі сіңірлері жазылып, құрыстары тарқап, көңіліндегі ашу уайымында бірте-бірте жоғала бастағандай болды деп аяқталады шығарма соңы.
Ерғабылдың сондай көңілсіз күйімен бітеді екен шығарма. Оның олай аяқталуына себеп Ерғабыл мен Сапабек екеуінің мүлдем көзқарастарының, өмірге деген көзқарастарының бөлек болуы. Иә, себебі Ерғабылдың ойынша бала шаңыраққа ие болып қалу керек, Сапабек сол ауылда тұру керек еді бірге, бірақ Сапабек ол нәрсені қаламады. Оның бөлек өзінің мақсаттары, міндеттері болды дегендей. Ал енді сондай бір екі айырмашылық, үлкендердің бөлек нәрсені талап ететіндігі, жастардың бөлек көзқараспен жүретіндігі, жастар мен үлкендердің көзқарастарының екі бөлек екендігі осы шығармада анық ашық көрсетіліп тұр. Енді осыған дейін сұралған сұрақтардың қатарында қайталап айтам, Сапабек не үшін Жеңісті ауылда қалдырмады, себебі орыс мектебі болмады, және Аспандиярдың сипаты деген сұрақ болды. Аспандиярдың сипаты: иегі шығыңқы, ірі қапсағай жігіт, кішкене ескі домбыраның шектерін арбиған саусақтарымен еріне шертіп құлағын бұрап отыр. Одан соң тағы да Сапабектің мамандығы деген сұрақ болды. Жауап: геолог. Және мұндағы алдымен ана отырған шешесі қазақша білмейді, қайта болған күнә жоқ деп айтатын кейіпкер. Жауап: Сапабек. Жалпы осылар осыған дейін сұралған сұрақтар. Және Ерекеңнің шәй үстіндегі сипаты: шәй үстінде көп сөйлемейді, үнсіз тұқиып қолдарының білеуленген тамырларын ұстап ақселеу сақалын сипап ойланып отырады. Бас жағында сүйеулі тұрған ескі домбыраға шұқшиып қарайды, бірақ қолына алмайды дейді. Жалпы осы қонақтар әңгімесінен келген сұрақтар осыған дейін. Жалпы шығарманы тағы да өздерің үшін бір оқып шығыңдар.